Балалар, барлығымыз бейнебаянға мұқият қараймыз. Ұстаздар күні, 16 желтоқсан тәуелсіздік күні. 8 наурыз, арулар, аналар, ақ жаулықты әжелердің мерекесі. Ұлыстың ұлы күні, қазақ халқының жаңа жылы деп те айтуға болады. 9 мамыр, бұл жеңіс күні. 1 мамыр, Қазақстан халқының бірлігі күні. 1 маусым, балаларды қорғау күні. Ал осының барлығы балалар бір атаумен нелер деп айтамыз? Бұлар мерекелер күн тізбедегі берілген Қазақстан халқының тойланатын мерекелері. Ендеше мұқият түстерге зер салып қарайық. Әрбір композицияларды салыстырамыз. Олардың әрқайсысы мерекелік көңіл күйді береді. Яғни әдемі, ашық, айқын түстер адамның көңіл күйін көтеретін, көңілімізге жай сыйлайтын жақсы жылы түстер деп айтылады. Біздің елімізде көптеген мемлекеттік және кәсіби мерекелер бар. Адамдар мереке күндері демалады, қонақ күтеді, өздері де қонаққа барады, саябақ пен демалыс орындарын аралайды. 1 мамыр Қазақстан халқының бірлігі күні. Қазақстан көп ұлтты мемлекет. Біздің елімізде 130-ға жуық ұлт пен ұлыс тұрады. Мереке күндері әрбір ұлт өздерінің ұлттық киімдерін киіп, көшелерімізге шығып, сән салтанат құрады. Ұлттық ойындарын, салт дәстүрлерін дәріптеп, қызықты сауық кештерін ұйымдастырады. Бір шаңырақ астында тату өмір сүріп жатырған халықтық достық күнін бейнелеңіз.